Кеміргіштердің кесірі жер үйлерде тұратындарға тиіп отыр. Әсіресе қаланың шет аудандарының тұрғындарының мазасы қашқан. Мамандар ауа райы салқындаған мезгілде дала кеміргіштері ауыл аймақтарға жақындап жыл орын іздейді. Бұл табиғи құбылыс дейді. Алайда биыл облыста кеміргіштер саны 2 есеге ұлғайған. Тиісінше олардан төнер қауіп те артып отыр. Шыққан көп. Үйде де бар, іште де бар. Ол өте зиян ғой. Тамақтың арасында. Сол үшін мысық тасырап отыр. Көп пайдасы бар деп ойлаймын. Бірақ әлде де бар шыққан деген. Негізі зиян нәрсе, сол қалай жою керек, дәрілер шашамыз, бірақ балдардан қорқамыз, балдарымыз да кішкентай. Міне көрдіңіз, міне, әне балдары. Тек ағымдағы жылы арнайы тексерістен өткен дала тышқандарының 40-қа жуығының қан құрамынан тышқан безгегі дерті анықталған. Биылғы мына қорқынышты жағдай, бұл геморрагический лихорадочный почечный синдром дейді, енді қазақшасы тышқан безгегі. Осы 10 айдағы тексеру бойынша, қандарының тексеру бойынша, соның ішінен 45-інің ішінен біздер қанынан жаңағы хантавирус түйіршігінің антигенін таптық. Ауруды таратып қана қоймай, адамдардың азығын ұрлап жейтін зиян келтіргіштерді улау біздің міндет емес дейді обаға қарсы күрес станциясының мамандары. Алайда олар зиянкестерді аулап, қан құрамын тексеру жұмыстарын жиі жүргізіп отырады. Біздің түсіру тобымыз осы іспен айналысатын зоологиялық топ мамандарымен бірге дала кеміргіштерін аулау процесіне қатысты. Кеміргіштерді ұстау оңайға соқпайтыны рас. Зоологиялық топ жұмысшыларының пікірінше, олар қақпанды кешқұрым құратта азаннан жинап алады, өйтпесе мына бір дала тышқандары ит құсқа жем болуы әбден мүмкін. Бұдан кейін арнайы зертханаларда олардың қан құрамы тексеріліп, қандай да бір аурудың бар жоқтығы анықталады. Жаңадан түскен екен, тірі екен мынау. Төрегелді Бижанов кеміргіштердің түр-түрін көзімен ақ танитын маман. Ол осы салада 5 жыл қызмет етіп келеді. Жылына 2 көктемде 2 ай, күзде 2 ай, жазғы уақытта 2 жұмадай шығамыз. Кешкі сағат 3-4-терде шығып кетеміз, қапқан құрамыз. Таңында 6-та таңертең тұрып, таңғы тамағымыз ішіп, 7-лерде осындайға қапқан жинаймыз. Қылышын сүйретіп қыста келіп қалды. Сондықтан жылы жерден пана іздейтін кеміргіштердің тұрғын үйлерде көбеюі әбден мүмкін. Сақтықта қорлық жоқ. Облыстық обаға қарсы күрес станциясының өкілдері олардан сақ болуға шақырады.